Ағылшын тыңшысының мойындаулары. Екінші тарау, 8-ші бөлім. Ағылшындардың ислам дұшпандығы. Ағылшын тыңшысының бірінші бөлімде айтылған мойындауларын оқығандар ағылшындардың әлемдегі мұсылмандарға қандай зұлымдықтар жоспарлап қойғаны жөнінде біраз мәліметке ие болады. Төменде ағылшын үкіметінің отарлау министрлігі тарапынан колониялар министрлігі тыңшыларға берілген бұйрықтарының әлем мұсылмандары үстінде қалай іске асырылғанын және миссионерлердің әрекеттерін қысқаша баяндаймыз. Ағылшындар адамдарды 3 сыныпқа бөледі. Бірінші топқа ағылшындар кіреді. Олар Құдайдың адам етіп жаратқан ең керемет жаратылысы ағылшындар екендігін айтады. Екінші топқа ақ нәсілді европалықтар мен америкалықтарды жатады. Оларды да басқалардан құрмет көруге құқықтары бар болуы мүмкін деп санайды. Үшінші сыныпқа бірінші мен екінші топтың сыртында қалған барлық адамдар жатады. Бұлар адамдар мен хайуанат әлемі арасында тұратын мақұлықтар. Олар құрметке лайықты емес. Сондай-ақ егемендік, бостандық, отан деген нәрселер оларға тән емес деп есептеледі. Бұл топқа жататын адамсымақтар әсіресе ағылшындар тарапынан басқарылу үшін жаратылыпты-мыс. Ағылшындар өзгелерге осы тұрғыдан қарағандықтан колонияға айналдырылған елдерінде жергілікті халықтармен араласып бірге өмір сүрмейді. Олардың колонияларында тек ағылшындарға арналған жеке клубтар, казинолар, ресторандар, моншалар, тіпті дүкендер бар. Жергілікті халық бұл жерлерге кіре алмайды. 20 ғасырдың бас кезінде Үндістанға жасаған сапарлары мен танымал француз журналисті Марсель Перно Үндістан саяхатнамасы кітабында былай дейді: Европада беделге қол жеткізген, тіпті кейбір университет тарапынан өзіне профессор атағы берілген бір үнді ғалымына Үндістандағы бір ағылшын клубында жолығуға сөз берген едім. Үнділік ғалым келіпті, бірақ ағылшындар атағында жоққа санап оны кіргізбей қойыпты. Содан барып оны кіргізбейінше мен табанып тұрып алғаннан кейін ғана клубта онымен сөйлесе алдық. Ағылшындар өздерінен болмағандарға, хайуандарға да жасалмайтын әрекеттер көрсеткен. Ең үлкен отарлары болып жылдар бойы жыртқыш аңшы зұлымдық жасап келген Үндістанның Амритсар қаласында 1919 жыл бір күні діни бір ритуал себебімен жиналған үнділер велосипедмен елі кезіп жүрген бір ағылшын миссионер әйелге тағзым етпейді. Миссионер әйел ағылшын басқармасына барып генерал Региналд Дирге шағымданады. Ол дереу әскерлеріне бұйрық беріп ғибадатханада жиналып тұрған халыққа от жағып жібереді де 10 минуттың ішінде 700 адам қаза табады. 1000-нан аса адам жарақаттанып, жер жастанып қалады. Генерал мұнымен қанағаттанбайды. Ол халықты 3 күн 4 аяқтап мал сияқты жорғалауға бұйрық береді. Бұл оқиға Лондонға шағым ретінде жіберіледі. Үкімет зерттеуді бұйырып іс қозғайды. Англиядан келген инспектор генералға қарусыз халыққа не үшін от жағылғанын сұрағанда ол: мұнда бұйрықты мен беремін, қандай да бір әскери қимыл жасауды да мен шешемін. Дәл солай жасағым келді де бұйрық бердім. Керемет. Енді неге адамдарды 4 аяқтап жүргізіп қойдыңыз? Үнділердің бір бөлігі өз құдайларының алдына 4 аяқтап тағзым етеді. Мен оларға ағылшын әйелі де солардың құдайлары сияқты қасиетті екендігін, оларды намыстандырмай, оларға жерге дейін бас ию керек деген түсіндіргім келді. Инспектор халықтың алыс-беріс жасауы үшін үйден шығулары керектігін айтқанда, генерал, егер олар адам болғанда тізерлеп еңбектеп жүрмес еді. Олардың үйлері бір-біріне иін тіресіп қабысып тұр. Жазық шатырлары бар. Олар шатырда адам сияқты жүрген болар еді деп кесіп тастайды. Генералдың бұл сөздері Англияда баспасөз беттеріне шыққанында оған қаһармандық берілген. Дир Региналд Эдвард Харри 1864 жылы туылып, 1927 жылы Англияда өлді. Әлем тарихында 13 сәуір 1919 жылы Амритсар қаласында Англия зұлымдығына қарсы келушілердің көтерілісін қаланы қанды көлге айналдырып бастырған атақты Англия генералы деген
атпен танымал болды. Кейіннен Үндістанның әр жерінде ағылшындарға қарсы үлкен наразылық шерулер ұйымдастырыла берген үшін жұмысынан босатылып зейнетке шығарылды. Бірақ Лондонда ағылшын лордтар палатасында Диердің істегендерін мақтаулармен қарсы алып, оған өкіметтен жәрдем және сыйақы берілуіне шешім қабылдады. Бұдан ағылшын лордтарының басқа ұлт өкілдеріне қалай қарайтындары ашық көрінуде. Ағылшындардың халқы ақ түсті және Европалы болған колонияларын басқару жүйесімен халқы ақ түсті болмаған және жергілікті тұрғындары бар колонияларын басқару жүйесі арасында жер мен аспандай айырмашылық бар. Халқы Европалық колонияларындағылар кейбір жеңілдіктерге, тіпті жартылай автономияға ие болса, екінші қаралар тұратын колонияларындағылар әрдайым зұлымдық көретін. Доминион есімі берілген алғашқы топтағы колониялары ішкі істерінде еркін, ал сыртқы істерде Англия мемлекетіне баған шіреді. Мұндай орталарға мысал ретінде Канада, Австралия, Жаңа Зеландия сияқты елдерді айта аламыз. Англияда отарлау жұмыстарын басқару екі министрлікке берілген еді. Бұлар отарлау колониялар министрлігі және Үндістан министрлігі отарлау министрлігі арасында ағылшын колониялары бас секретары деген атақ берілген кісі отырады. Бұл секретардың екі кеңесшісі және 4 жәрдемшісі бар. Кеңесшілердің бірі халық палатасынан болады. Биліктегі үкімет ауысқанымен кеңесші жәрдемшілер ауыспайды. 4 жәрдемшінің бірі Канада, Австралия және кейбір аралдарда, екіншісі оңтүстік Африканы, үшіншісі шығыс және батыс Африканы, төртіншісі болса Үндістанды қадағалап отырады. Ислам дұшпандығы, зұлымдық, жауыздық, қорлық және қиянат негізінен құрылған Англия империясы өзіне үстінде күн батпайтын мемлекет есімін берген. Канада, Шығыс Африка, Жаңа Зеландия, Пасифик аралдары, Тонга, Австралия, Ағылшын, Белужистана, Бирмания, Аднен, Самоли, Борнео, Бруней, Саравак, Үндістан, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Гонконг, Қытайдың бір бөлігі, Кипр, Малта, 1882 жылы Мысыр, Египет, Судан, Нигерия, Кения, Уганда, Зимбабве, Замбия, Малави, Гренада, Гуяна, Ботсвана, Гамбия, Гана, Серра Леона, Танзания, Сингапур сияқты елдер Британияның гегемониясына кірді. Бұл мемлекеттер тілдерінен, діндерінен, салт дәстүрлерінен ажырады. Жер асты, жер үсті қазба байлықтары ағылшындар тарапынан талап тасып кетілді. 19 ғасырдың аяғындағы басқыншылықтары нәтижесінде ағылшындар дүние жүзінің шамамен 1/4-іне өз өктемдігін жүргізіп, дүние халқының 1/4-нен астамына қожайындық етті. Ағылшындардың отарлап алған мемлекеттері ішінде Үндістанның орны ерекше болатын. Ағылшындар дүние саясатында үстемдік құруын қамтамасыз еткен фактор Үндістанның 300 миллион халқы бүгінгі күнде 1 миллиардтан асты. Және шексіз жер асты байлықтары тек бірінші дүниежүзілік соғыста ағылшындар бұл колониясын 1,5 миллион әскер және 1 миллиард рупия ақша алған еді. Бұл күштің үлкен бөлігін Османлы мемлекетіне қарсы қолданды. Ал бейбітшілік замандарында Англияның орасан зор индустриялық экономикасын және қазынасын толтырып отырған осы Үндістан болатын. Үндістанның басқа колониялық мемлекеттер ішінде ерекше бір орынға ие болудың екі талауларының кедергі болып тұрған ислам дінінің Үндістанда кең тарағаны және билікте мұсылмандардың болуы. Екіншісі Үндістанның қазы байлықтары болатын. Ағылшындар Үндістан колониясын уысынан шығармау үшін Үндістанға барар жолдағы бүкіл ислам өлкелеріне соғыс ашып, ол жерлерге бұзақылық кіргізіп, бауырлар арасын суытып, ол елдерді үстемдік құрып, бүкіл қазы байлықтарын, ұлттық табыстарын талап, өздерінің мемлекетіне тасып отырды. Осман императорлығының әрбір басқан қадамын аңдып және саяси екінші Баһадүр шахтың қолбасшыларының Бахт хан сұлтанды армиясымен бірге кері шегінуге көндірсе де, ағылшындарға ұнауды көздеген Мырза Илағи Бахш есімді басқа бір қолбасшы Баһадүр шахқа әскерлерден бөлініп шығып берілген болса, ағылшындарға оның кінәсіз екенін
өз еркінсіз әскер басын шығарғандығын айтып және ағылшындар оны кешіретіндігін айтып шахты алдайды. Бахадыр шах бұл қулыққа алданып кері шегінген. Армиясынан бөлініп Дели қаласының ішіндегі Қалай Муалладан 10 километр ұзақтағы Хумаюн шах кесенесіне барып паналайды. Қатын басығымен даңқы шыққан және сол кезде ағылшын армиясы тыңшылық қызметін басқарған Хадсон атты поп бұл жағдайды Реджеп Али деген сұмпайы кісінің аузынан естіп, бұл жайында генерал Уилсонға мәлімдейді. Оны ұстауға көмектесуін сұрайды. Уилсон бұл попқа беретін әскердің жоқ екендігін айтқанында, Хадсон бұл істі өзі бірнеше кісімен орындай алатынын айтып, генералдан тек сұлтанның өзіне және жанұясына зиян тимейтініне кепілдік берем деген қолхат беруін сұрайды. Генерал Уилсон Хадсонның бұл ұсынысын зорға қабыл етеді. Сосын 90 жауынгермен Хумаюн мазарына барған Хадсон сұлтанға өзіне және жанұясына ешкім тимейді деген қолхат ұсынады. Сұлтан бұған сеніп беріледі. Одан кейін Хадсон сұлтанның 2 ұлын және немересін ұстау әрекетіне кіріседі. Бірақ ұлдарының және немересінің қасында құрбар әскерлер болғандықтан Хадсонның бұл пиғыл іске аспай қалады. Кейін генерал Уилсоннан бұларға да ешкімнің тимейтіндігі жайлы қолхат алады. Сұм Хадсон сұлтанның 2 ұлы мен немересіне елшілер жіберіп, оларға ешқандай зиян тимейтініне кепілдік берілген қолхаттарды ұсынады. Олар да поптың қара ниетіне түсіне алмай, торына ілінеді де келіп беріледі. Хадсон ағылшын саясаты және айласы арқылы алдап тұзағына түсірген сұлтанның 2 ұлы мен немересінің қол аяқтарын сол жердің өзінде кісен тағып, кепілдік қолхатының өтірік екенін айтып қарқылдайды. Шахтың 2 ұлы мен немересінің қолдары байланған түрде Делиге алып келе жатып, Хадсон жас шахзадаларды өз қолымен атып өлтіреді. Жас шахзадалардың өлі денелерін халықтың жүрегіне қорқу салу үшін қалаға кірер дарвазалардың маңына іліп қояды. 1858 жылы тақтан күшпен түсірілген 2-ші Бахадыр шах көтеріліске және европалықтардың өлтіруіне себеп болғаны үшін деген айыптаумен сотталды. 29 наурыз күні өмір бойы түрмеде отыруға үкім етіліп, Индокитай Рангон деген жердегі зынданға айдалды. 1862 жылы қараша айында отанынан ұзақ бір жерде Гургани Бабыр Ислам империясының соңғы сұлтаны Бахадыр шах зынданына көз жұмды. Ғұлама Фадли Хақта хижраның 1278 милади 1861 жылы Андаман аралындағы бір зынданда ағылшындардың қолынан шахид болды. Ағылшындар 1877 жылы Османлы-Ресей соғысының кезінде Үндістанды Англия патшалығының қарамағындағы мемлекет деп жариялайды. Әйгілі шотланд масондар ұйымының өкілі Мидғат патшаның Османлы дәулетінің соғысқа кіргізуі исламға тигізген ең үлкен зарарларының бірі болды. Оның сұлтан Абдул-Азиз ханды шет еттіруі де ағылшындардың пайдасына жарады. Ағылшындар өздерінің дайындаған адамдарын Османлы дәулетінің ең жоғарғы лауазымдарына орналастырған еді. Бұл үкімет адамдарының аты османдық болғанымен заты мен пікірі ағылшындық. Бұлардың ішінде ең аты шыққандардың бірі Мұстафа Рашид паша. 6 күнге созылған соңғы бас уәзірлік лауазымына отырған күндерінде 28 қазан 1857 жылы ағылшындардың Үндістан мұсылмандарына жасаған зұлымдығын қоштап құттықтаған. Одан бұрын да ағылшын үкіметі Үндістанда мұсылмандардың зұлымдыққа қарсы көтерілісін басу үшін Англиядан жіберілген көмектің Османлының Мысырға өтуіне Османлы мемлекетінен рұқсат сұраған. Бұл рұқсатты да өздері тәрбиелеген және Османлы мемлекетінің билігіне отырған масондар арқылы алған болатын. Оның соңғы пайғамбарына бағынады. Көп жерлерде кәпірлерге залымдарға кінәсіз мұсылмандарды, әйелдерді, балаларды өлтірген. Бұл өлтірген мұсылмандар шахид болады. Олар өлтіріліп жатқанда өздеріне жасалған зорлықтардың ауырлығын сезбейді. Өлер алдында көздерінен перде көтеріп, өздеріне қабірде берілетін жәннат нығметтерін көріп қатты қуанады. Хадис шәрифте мұсылмандардың қабірі жәннат бақшаларының бір бақша болады деп